Достар, бүгін блокчейн конвертация доступна. Сол бойынша қазір мен сіздерге бір-екі блокчейнді конверта жасап көрсетемін. То есть, мен жаңа достар, мына жерге мына блокчейнге кірдім. Обновление жасадым полный. Достар, стейкингті енді қараңыздар, бұл жерде кіру жоқ, YouTube бар. Мен жаңа жерден YouTube-ны баса отыра, достар, қараңыздар. Стейкингке кіресіздер, бірінші обновление жасайсыздар. Блокчейнді білесіздер ғой, обновление замороженный, обновление баланс, потом стейкинг. Стейкингке кіріп, ол WordCrew'ды баса беріңіз. Crew, манада айттым, WordCrew'ға барып, міне 6 минут болды, обновление жасап қойдым. Уақыт алмайын деп. Тағы басып жіберуге болады. Мен бұл кісіні қазір стейкингте тұр, сол антистейкинг шығарып беремін. Так, көрдіңіздер да? YouTube енді ежесекундный беретін YouTube. Так, стейкингке барасыздар, достар. Мына ставить, қараңыздар, достар, мына жерде бұл кісіде USD 19.000 UNTV-сы бар. WordCrew 524, 128.000 штук размороженный криптоюнит бар. Так, стейкингке барамыз. Міне, Crew за UNTV-ны басасыздар, достар. Бұны мен бірінші шығарып қоямын. Так. Міне, антистейкингке келесіздер, достар. Антистейкингке мына жерге ручной жазасыздар. 128.657. Антистейкинг басасыздар. Және подтвердить. Транзакция успешно завершена. Обновление. Кімде-кім антистейкинг тұрса, олар міндетті түрде через стейкинг арқылы баланстарын шығарып қойсын. Көрдіңіз бе, достар? Снятие ставок дейді. 128.000 3 күннен кейін доступныйға түседі. Көрдіңіз бе, достар, да? Бірінші осы антистейкингтен қойып, WordCrew'ға өткізу керек, достар. Енді әркім по желанию. Мына блокчейнді мен өткізіп жатырмын. Себебі бұның блокчейн иесі өткізеді. Хорошо, достар, мен енді қазір бір блокчейнді ашам. Соған именно конвертация жасап USD-мен, конверт жасау, қалай жасау керегін көрсететін боламын. Достар, мне тағы бір блокчейн ашып қойдым. Дайын блокчейн. Так, позиция өте күшті. 31.000 Crew за Crew тұр. Қазір қарайықшы бұл кісілерге тағы да 5 күн бұрған кіргеніне. Так. Бұған енді хорошо, бұған вознаграждение берілген. Так, стейкингке кіріп 5 күн болған. Ладно, стейкингтен бетекші. Так, конвертация, достар, мен қараңыздар. Бұл кісіде 43.000-ның 41.000-ы поставлены. Доступны 2.542. 330.000 WordCrew, 17.000 UNTV, USD жоқ. USD-ді қайдан аламыз? Енді мұна мен 2.542-ні мен конвертация өткіземін. Достар, бірінші бетесіздер. Конверт доступны болғаннан кейін бар жүріп қараңыздар, достар. Доступны. Конвертация өтесіздер. Конвертация WordCrew. Міне, доступны 2.542 штук. Так, $1 97, почти 2 USD сұрап тұр, достар. Көрдіңіз ғой, да? Мына жерде. Плата за транзакция. Бұл енді 2 USD, бұны қайдан аламыз? Бұның количествосында 2 USD жоқ. Сол үшін не істейсіңдер, достар? Қараңыздар. Мысалға мен қазір бір блокчейннен мынаған аударам USD-ді. Оны қалай аударам? Ол үшін мына копировать етіп аламыз кошелек номерді. Копированы. Сосын мен жерде тағы бір блокчейн ашып қойдым. Осы блокчейнге келеміз. Бұл блокчейн 94 бар. Отправить. Мына жерге 2 USD деп жазамыз. Көрдіңіз бе, достар? 2
и жаңағы копировать етілген мынаны толық дұрыстап қараңыздар. Внимательно проверьте адрес, это блокчейн. Бұл егер басқа бір адрес кетіп қалса, безвозвратно. Сондықтан обязательно ашып, қарап, міне алдымен арттарын естеріңізге сақтап алыңыздар и тағы бір қарайсыңдар. Все, памятка блокчейннен блокчейнге памятка керек емес. Отправить. Так, все, кетті. Транзакция успешно завершена. 92 қалды. Енді мына блокчейнге барамыз. Обновление жасаймыз. Вряд ли түскен жоқ та. Обновление жасаймыз. Міне 2 USD түсті. Достар, міне бетеміз. Так, конвертировать WordCrew доступно 2542 штукты. Так, міне конвертацияға барасыздар, достар. Міне жерде барлығы жазылып тұрады. Міне 1.97. Конвертация crew на WordCrew'ды басасыздар. И мына жерге жазасыздар. Өзіңіздің 6 цифрды. И дальше. Енді мына жерге келесіңдер, достар, қараңыздар. Мына жерге келіп, міне 1.97 USD алады. Міне комиссия, міне барлығы жазылған. Асықпай оқып танысасыздар. И мына стрелканы басасыңдар. Мынау отменен. Мына стрелканы бассаңыздар, достар. Міне қайтан тағы подтверждение. Контрольное подтверждение и плата за комиссия, за транзакция. Міне транзакция успешно завершена. Так, енді главныйға барып, тағы бір обновление жасап, қараймыз. Мен 2500 штуғымыз қазір WordCrew'ға ауысып кетеді. Мына жерде 0 болды. Мына жерде көрдіңіз ғой, достар, міне. Енді бұл замороженный WordCrew болып тұр. Енді бұл замороженный WordCrew'ды стейкингке қойып тастау керек. Пускай UNTV келе берсін. Стейкингке барасыз, мына WordCrew'ға барасыз, WordCrew за UNTV. И мына жерден 5 күн болды, обновление жасалмаған. Даже бір обновление жасап жіберейік. Сол кезде блокчейніңіз былай ашылады. Көрдіңіздер, достар. Енді мына флажокты до конца бүйтіп апарсаңыз, міне көрдіңіз, мына жерге 2000 келді. Жартылай қояйын десеңіз, жартылай қоясыздар, өздеріңіз білесіңдер, 1300 қойылды. Бұны до конца апарсаңыз, мына 2500 доступно. Бұл сумма уже ставка бұл неде тұр, стейкингте тұр. Мына доступно 2542, міне жерге келді. Мынаны ставитті басасыз и міне. И все. Бұл 2542 транзакция успешно завершена. Бұл основной WordCrew болып кетті уже. Көрдіңіз, достар. Сондықтан осындай не қазір енді мен алда уақытта через биржа UNTV сатып алып, соны қайта қалай блокчейнге жіберу керек екен видео түсіретін боламын. Барлықтарыңа көп рахмет. Жақсы, сау саламат болыңыздар.